Сәлем досым, мақтағыз бен мысық ертегісін тыңдағың келе ме? Онда міндетті түрде менің каналыма жазылып кет, және лайк басып кетуді ұмытпа. Бір күні мақтағыз үйін жинап жүріп, мейіз тауып алады. Мейізді мысыққа бергісі келеді. Мысықты шақырады. Мысық, мысық, келші. Бірақ мысық келмейді. Мысықты тағы да шақырады. Мысық тағы да келмейді. Сөйтіп мақтағыз мейізді өзі жеп қояды. Мейізді жеп болған соң, мысық келеді. Мақтағыз, мені неге шақырдың? Мақтағыз айтпайды. Ендеше мен сенің қатығыңды төгем деп, мысық қатықты төгіп тастайды. Мақтағыз ашуланады. Ендеше мен сенің құйрығыңды кесіп алам дейді де, мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, менің қатығымды төле дейді. Содан соң құйрығыңды қайтарып берем. Мысық жылайды. Сөйтіп, сиырға барады. Сиыр, маған сүт берші, мен оны мақтағызға апарып берем. Сонда сиыр: менің қарным ашып тұр, сен маған жапырақ алып кел, сонда мен саған сүт беремін дейді. Жапырақты алуға ағашқа барады. Ағаш, маған жапырағыңды берші. Сонда ағаш: мен шөлдеп тұрмын, сен маған су алып кел, сонда жапырақ беремін дейді. Мысық суға кетіп бара жатса, су алып келе жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші, мен оны ағашқа апарып берем дейді. Бізге сағыз алып келсең, біз саған су береміз дейді қыздар. Сөйтіп, сағызды алуға дүкеншіге барады. Дүкенші, маған сағыз берші. Әй мысық, маған жұмыртқа әкеліп бер, сонан соң сағыз беремін дейді дүкенші. Сөйтіп, жұмыртқа алуға тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші деп сұрайды. Сонда тауық: сен маған дән әкеліп бер, сонан соң мен саған жұмыртқа берем дейді. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйінде не бар деп сұрайды. Тышқан қорыққаннан: үйімде бір табақ тарым бар дейді. Сонда мысық: бар, маған бір уыс тары әкеліп бер дейді. Тышқан бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны алып тауыққа келеді. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге барады. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды алып қыздарға апарады. Ал қыздар оған су береді. Мысық суды апарып ағашқа береді. Ағаш оған жапырағын береді. Ал жапырақты сиырға береді. Сиыр болса мысыққа қатық береді. Мысық қатықты мақтағызға апарып береді. Мақтағыз болса мысықтың құйрығын қайтарып